Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге 10 минутта дайын болатын медовыйдың қоржын көрсететін боламын. Ең алдымен тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыздар. Менің каналымды одан ары қарай дамуына үлестеріңізді тигізіп, қолдап кетіңіздер. Ең алдымен қайнап тұрған суға балымызды саламыз, яғни су моншасында балымызды ысытып ертеміз. Үстінен ысыған соң жарты шай қасық нан содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған кезде осылай көпіреді. Араластырып болған соң үстінен сары майымызды саламыз. Сары майымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сары майымыз еріген соң салқын жерге мұздатып қоямыз. Таза ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды салып, ең алдымен жұмыртқамызды миксерлеп аламыз, араластырып. Сонан соң үстінен аз-аздан салып отырып, құмшекерімізді саламыз. Құмшекерімізді бірденнен салып жіберуге болмайды. Бірденнен салып жіберетін болсаңыздар, жұмыртқаларыңыз көтеріліп келе жатқан кезде басылып кетуі мүмкін. Сол себепті аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Аппақ пенка болғанша міне осылай көтеріледі жұмыртқамыз. Енді үстіне жаңағы суытып қойған массамызды аз-аздан құйып отырып миксерлейміз. Бұны да бірденнен құйып жібермеңіздер. Көтеріп тұрған жұмыртқаларыңыз бірденен басылып қалады. Ыстық күйінше құймаңыздар, суытып барып құясыздар. Барлығын араластырып алдық, міне осылай. Енді ұнымызды да дәл сондай бөліп салып отырып миксерлейміз. Бірденен мұны да салып жібермейсіздер. Каналымның одан ары дамуына үлестеріңізді тигізіп, лайк, комментарияларыңыз қалдырып, қоңырауша белгіні басып қойды ұмытпаңыздар. Осылай араластырып аламыз. Дайын болды. Лопаттың көмегімен жан-жағын жинап аламыз. Осындай қоюлықта болады. Енді қағазыма мен 22 диаметрлік кальциямен сызып алдым. Егер сіздерде кальция жоқ болса, любой тарелкамен, үйдегі ыдыспен осылай домалақтап алсаңыздар болады. Қорждарыңыз біркелкі шығуы үшін. Осылай тестаңызды құйған кезде аз-аздан құйыңыздар, себебі бұл керемет күшті болып көтеріліп шығады. Үлкен болып, биік болып кетуі мүмкін. Сол үшін аздап құйыңыздар. Оның көмегімен осылай жайып шығамыз. Видеом ұнаса, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыздар. Дайын болды. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 8-10 минутта пісіп шығады. Мұна ұн ештеңе етпейді, ол түсіп қалады. Міне, күшті көтерілген, істеп көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Істеп көріңіздер, өкінбейсіздер. Ең керемет, ең оңай рецепт ас болсын.